бір жағынан сізге поперечный шпагатқа, яғни осылайдан отырады ғой шпагатқа, соған да дайындық ретінде жүреді. Ханымдар, бүгін бізде растяжка, яғни аяққа арналған растяжка. Кімде мына шаты ашылмайды, шатында блоктары бар, соларға арналған. Ол үшін біздерге осындай резинке керек болады. Екі аяғымызға іліп аламыз. Арқаңыздан апарып, көтеніңіздің үстіне жіберіп, резинканы былайынан ашасыз. Енді қыздар, бұл жолы сіздерге таздарыңызбен бірге алдыға, артқа жылжисыздар. Бір қолыңыз артқа, бір қолыңыз алдыға таз жылжытасыздар. Артқа, алдыға, артқа. Осылайдан жылжытасыздар. Таздарыңызға қан айналымды артыртасыздар. Одан кейін уже кішкене жаттығуды қиындатамыз. Қолыңызды алдыға, максимальный алдыға жылжимыз тазбен бірге. Сәл қолымыз алдыға. Бұл бір жағынан сізге поперечный шпагатқа, яғни осылайдан отырады ғой шпагатқа, соған да дайындық ретінде жүреді. Енді қолыңызды шынтаққа қоясыз. Осылай жасаймыз. 1, 2, 3. Арқаңыз дүзу, арқаларыңыз дүзу болады. Сосын шамаңыз келсе, осылайдан алға жатып, максимальный тазыңызбен бірге жатасыз. Жата алмайтын болсаңыз, ештеңе қылмайды. Осы жаттығуды жасай келген кезде алдағы уақытта жататын боласыз. Басында сіздер бірден былай жата алмауыңыз мүмкін. Это нормально. Басында еш қайсымызды жатып кеткен жоқпыз сразу. Жаттығуды жасайсыз. И алдағы уақытта жатқаныңызды өзіңіз сезінетін боласыз.